Табиғат және экология музейі. Табиғат және экология музейі Қазақстандағы ең көне музейлердің бірі. Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінің бөлімі болып жұмыс атқарып келеді. Музей алғашында 1852 жылы Орал әскери училищесі жанында Карелиннің өлке тарихына қатысты жәдігерлерді жинақтаумен құрылған. Мамонттың жүндес мүйіз тұмсықтың алып бұғының сүйектерін көргендігін жазған. Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінің құрамында табиғат бөлімі ретінде 1990 жылға дейін болып, құтқарушы Христ ғимаратында орналасқан, ал 1990 жылы Театральная көшесінде, 1996 жылдан Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 151/2 ғимаратта орналасып келеді. Музейдің 3 залы бар. Бірінші залдан өлкеміздің ғалым зерттеушілері пайдалы қазбалары, жануарлар әлемі туралы мәлімет алуға болады. Екінші залда өлкеміздің солтүстік Каспий жағалауы өңірінде кездесетін жәндіктің түрлері көрсетіледі. Мұнда дала диорамасының аң құстары туралы мәлімет бар. Үшінші залда орман диорамасы назарыңызға ұсынылады. Музейде келушілерге қасіретті нарын, Батыс Қазақстан облысының табиғаты, жыл мезгілдері, аққулар өлкесінде қарашығанақ бейнетаспалары көрсетіледі. Музей экспозициясында құртпа балық, бекіре, сүйрік, тікене құтпа балық, сазан балықтары көрсетілген. Экспозиция Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы қойылған бөліммен аяқталады. Мекен-жайы Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 151/2. Телефон номері 8 71 12 50 67 09.